Сіздің рухани компасыңыз. Ыбырайым айналасына көз жүгіртіп, сол жерді алыстан көрді. Жаратылыстың басталуы 22-ші тарау 4-ші аят. Құдайдың Ыбырайымды өзінің көрсеткен жеріне қалай жібергенін көз алдыңызға елестете аласыз ба? Жаратылыстың басталуы 22-ші тарау 2-ші аят. Әйелдер әдетте осындай жағдайда еркектерден гөрі жақсы түсінеді. Кейде әйелдермен базарға барған кезде, одан не іздеп жүрсің деп сұрағанда, ол былай деп жауап береді. Нақты айта алмаймын, бірақ сол нәрсені көрсем, бірден білемін. Біз кейбір нәрселерді білсек те, оларды түсіндіре алмауымыз мүмкін. Тыңдаңыз, сізге киелі рух қонғандықтан барлығын ажырата білесіңдер. 1-ші Шохан 2-ші тарау 20-ші аят. Не болғанын қараңыз. 3-ші күні дегенде Ыбырайым айналасына көз жүгіртіп, сол жерді алыстан көрді. Талайдан бері іздеген бірдеңені тапқан кезде сіз шаттанасыз. Кенеттен айқайлаған ерекше сәт болды. Сіз теңізге кемемен жүзіп келе жатып, судың барлығы сізге бірдей көрінген жағдайда, қолыңыздағы компасыңызды қолдануыңыз қажет. Ал компасыңыз болмаса, қиналатын боласыз. Біреу көзге көрінбейтін нәрсеге қуанса, оған назар аударыңыз, өйткені ол сіз көрмегенді көре алуы мүмкін. Олар көрінбейтін нәрсеге қуана алса, онда істелуі мүмкін емес нәрсені жасай алады. Неліктен дейсіз бе? Себебі олар рухани компасының бағыты бойынша өмір сүруді үйренген. Дәуіт Голиатты жеңді, өйткені осын істеуге сенімі жеткен жалғыз-ақ адам болған. Ол осы жағдайдың өмірін өзгертетінін кез екенін білген еді. Ал ол жеңілсе, қайта қой бағуға кететін еді. Құдайдың белгілеген сәті келген кезде, тіпті басқалар қашса да, осы алыпқа менің шамам келеді деп жариялаңыз. Құдай сізге рухани компас берді. Соны қолдануды үйреніңіз.